Үскін түрен чирім, истік алы жам сүстір пүкінді уда чоқтылғыныр. Хажандымында четі сазыра чүртіқ жы болғын. Четі чылық школа тоғынған ынық күстік чон пасты посқа, сонын колхоз, совхозта, маңнын ыстығы тоғынған. Оларның түйілі тізің тексі чыр субысқа тарып барып саблынчалар. Харғай пары алның үлі күнінде олар түрен үскін алынзар келіп тоғасып, мындағы чоны пазы черні алғыстанар. Біз қажын 2006 жылда мұнды ал үлігіні ертіргепсті чазы болған мұнды. Бірдемі жоқ болған көпенер тұрғыныр мұнды. Аның үйірініс мұнды тұғас мағат ертіргепсі ол үлігіні. Аның соңында мұнды көп тоқыс етіліп тұрған бүгінгі күнді тұршы пістің мұнды. Әстен әсча ветеранардың памятникі бүгінді тұршы, ұлып мұнды тұршы, балаларға площадка, аныңар үйіріністі қажынпыстың ал үйсі асфальт салып тұрғын. Харғай пары алның көріміненші ділі чыл арызына саңай алыс жүрпіскен. Халғынжы тұсты мұнда чит сөбірілер қонық салып, чүрті паршалар. Аныңар алдағы палыларының саны қосылчы. Байрымды үсчеткін түлге ұлы қайғы салылған. Еркі жіктірге Харғай пары алның куратор бұлчытқын культура министерствозының адының школа керексі иқтар жетірілген. Ұлы алжыларының арызының чоқтудып, бұ алды түрен үскін кізі Хакасының саблы культура тоғынжызы Евдокия Михайловна Келчечакова ташты пайманың пазын зар алдағыларға школа пүтірпержің ползалар түпсұрыныстың айланған. Бүгінгі күнді Харғай парының ол ағырсымлық сөри полча. Ал чөбінің пазы бұл сұру хадида пөгілер түпізінізін чітірген. Әзінше біз ол немәзден іспістің шітпейінше бүгінгі күнде біздің Харғай парында шибірге бір балы. Аныңар мұнды кіші кластырға школ асқан болсы, оға шақсы болычық. Мұнды Харғай пары ұлымық өңінін ішік. Мұның мұндары шон бері шилычық. Өзі чіктір мұндағы шон шитір мұнды, көбізі шитір мұнды қала барды шүқтапшы бүгінгі күнге. 1680 жылда түстілген ал байрымын республикадағы филармонияның артистері Хансын өмінің ыржызы Нина Едемешева по қалдың, Читіген театрының айлын сөмізі пос көглерінің көдіргенер. Оларға орындағы чайчы чон хозылған. Өдек хайдық үлі күнарға мөрелер жоқ. Аныңар тобит, шашка, волейбол, марғылары қатық барған. Мындық алғы мүлі күні темнен чон, алдағы олыс келген чонға өрініп, олық тойпай салғанар.